Біздер жалғастырамыз. Келген жеріміз мына кубик рубик жинаудан. Ең соңында біздер мынау бұрыш қосу белгісін жасағаннан кейін мынау жан жақтарын істедік, сәйкестендірдік. Сол қосу белгісінің жан жақтарын сәйкестендірдік, яғни қабырғаларын. Қызылға, қара-қараға, сарғыш-сарғышқа, сары-сарыға сәйкес келді. Үстінде қосу белгісі бар. Енді біздер бұрыштарын жөндеуіміз керек. Бізде бір бұрыш дұрыс тұр. Бұл енді үнемі олай болмайды, кейде мүлдем ешқайсысы дұрыс келмейді. Алдымыздағы 5-ші алгоритм. Осы алгоритмді біздер орындап, мына бұрыштарын сәйкестендіреміз. Бірақ бұл алгоритмді орындаған кезімізде бұрыштар толығымен сәйкеспейді, тек өз орнында ғана тұрады. Мысалы үшін мына толығымен сәйкескендігі, ал кейде өз орнында тұрады, бірақ сәйкеспей тұрады. Сол кезде оны бұрау керек болады. Ол үшін басқа мына жерде 6-шы алгоритм бар. Оған келеміз. Кейде мына 5-ші алгоритмді орындаған кезде бірден барлығы сақадай сай болып шыға келеді. Ондай да болуы мүмкін. Көп жағдайда негізі әрине 6-шы алгоритмге біздер не істейміз? Жүгінеміз. Жақсы. Олай болса, біздер жалғастырайық. Енді мына алдымызда мына кубик рубиктің сәйкес келіп тұрған жерін қарап тұрмыз, иә? Жасыл, сары және қызыл сәйкес келіп тұр, өз орнында тұр. Ал енді мынау сәйкеспесе де өз орнында тұр ма? Жоқ, өз орнында тұрған жоқ, себебі қызыл, қара. Мына жерде қызыл да, қара да жоқ. Келесі бұрышты қараймыз. Сары және сарғыш. Қара сәйкеспейді, қара жоқ бұл жерде. Келесіне қараймыз, бұл жерде солай сәйкес тұрған жоқ. Олай болса, мына осы сәйкеспегендерді біздер не істейміз? Өз орнына келтіруіміз керек. Ол үшін алгоритмді қолданамыз. Ал кубикті бұл жағдайда қалай ұстаймыз? Мына сәйкескен бұрышты мейлі дәл осылай әдемі сәйкеспесе де өз орнында тұрса, бір бұрышы, соны ұстаған бойда, өзімізге жоғары қаратып ұстаған бойда, мынау оң жағымыздың жоғары жағында. Осылай ұстаған бойда алгоритмді орындаймыз. Ал егер мүлдем ешқайсысы сәйкеспесе, ешбір бұрыш сәйкеспесе, онда кез келген бұрышты алып, мына алгоритмді орындаймыз. Сонда біреуі сәйкеседі. Біреуі сәйкескен кезде сол сәйкескен бұрышты осылайша мына өзіміздің алдымызға қаратып, оң жақ жоғарғы бұрышқа ұстаймыздағы алгоритмді орындаймыз. Олай болса бастаймыз. Үсті түзу, яғни үсті сағат бойынша, тілі бойынша деген сөз. Оңы түзу, үсті теріс, мына X теріс дегенді білдіреді, еске салып жатырмын. Және солы теріс, сол жағы теріс. Одан кейін үсті түзу, оңы теріс. Үсті теріс, солы түзу. Мына сәйкесті, қараңыздар. Енді қарап отырсаңыздар, мына тіпті бірден әдемі болып сәйкесе қалды. Мына екеуі, бұрыннан бері бар еді бұл, мынаусы екіншісі. Бұл әдемі сәйкесе қалды. Ал енді мына келесін қарасақ, мына өз орнында тұр, және мына өз орнында тұр. Байқадық қой. Яғни енді біздер бұны бұрап сәйкестендірудің жолын қараймыз. Ол үшін біз келесі алгоритмді өтуіміз керек. Осы жерде тоқтаймыз.